Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін бізге қонақ келді. Бұл кім? Винни-Пух. Ол жолда келе жатып, қолындағы әріптерін шашып алыпты. Бүгінгі тақырыбымыз оны өте қатты қызықтырған екен. Қандай тақырып екенін білгілерің келе ме? Ендеше, тақырыпты табу үшін шашылған әріптерді дұрыс орналастырайық. Қандай сөз шықты? Иә, сонымен біздің бүгінгі тақырыбымыз дұрыс тамақтана біл деп аталады. Ондай болса біз қай кезде дұрыс тамақтанамыз? Сол туралы әңгімелейтін боламыз. Сендер ағзамызға қажетті пайдалы және пайдасыз тағамдарды ажырата білуді үйренесіңдер. Балалар, тамақтану не үшін керек? Денсаулығымыз мықты болу үшін, ағзамыздың жетілуі үшін, ақыл-ойымыздың дамуы үшін. Ал енді тамақтану біздің денсаулығымыздың мықты болуы үшін, жетілуі үшін, дамуы үшін әсер ететіндей тамақ құрамында не бар? Иә, тамақ құрамында майлар, ақуыздар, көмірсулар, дәрумендер бар екен. Ал бұл заттардың әрқайсысының пайдасын білесіңдер ме? Ақуыздар болса, біз тез өседі екенбіз. Май көп болса, біздің ағзамызда күш болады. Көмірсу көп болса, біз шыдамды боламыз. Минералдар, тұздар, дәрумендер ағзамызды дамытады екен. Ал бұлар қай тағамдардың құрамында көп болатынын білесіңдер ме? Балалар, барлық заттың құрамында да майлар, көмірсу, ақуыздар, дәрумендер кездеседі. Бірақ қай тағамның құрамында көптеп кездесетінін көрейік. Майлар тәтті тағамдарда, қантта, майда көп болады. Ақуыздар ет, сүт тағамдарының құрамында көп кездеседі. Көмірсулар дәннен жасалған тағамдарда, яғни нан, ботқа сияқты тамақтарда көп болады. Дәрумендер жемістер мен көкөністердің құрамында көптеп кездеседі екен. Балалар, біз ағзамызды үнемі жетілдіріп отыру үшін не жейміз? Әрине, дәрумендер жейміз. Ал қандай дәрумендер бар? А, Б, С, Д дәрумендері. Жарайсыңдар. Ал бұл дәрумендер қай тағамдардың құрамында болады екен? Зерттеу жұмысын жүргізейікші. А дәрумені қызанақтың, тәтті бұрыштың, сәбіз, кептірілген өріктің және апельсиннің құрамында көп кездеседі. В дәрумені жаңғақта, қара нанда, ірімшікте, дәннің құрамында болады. С дәрумені бананның, алманың, бұршақтың және жалпы жеміс атаулының құрамында көп кездеседі. Д дәрумені жұмыртқада, балықта, уылдырықтың құрамында болады және күн сәулесінен де Д дәруменін алуға болады. Балалар, дәрумен адам ағзасына пайдалы ең қажетті зат. Олардың түрлері өте көп. Оларды латын әріптерімен белгілейміз. Ал дәрумендер көбінесе қай тағамдардың құрамында кездесетінін білесіңдер ме? Иә, дұрыс айтасыңдар. Жемістер мен көкөністердің құрамында кездеседі екен. Балалар, біз бүгін не білдік және не үйрендік? Иә, кейбір тағамдардың құрамын білдік және ағзаға пайдалы және пайдасыз тағамдарды ажыратуды үйрендік. Ал енді біз Винни-Пухты ертіп азық-түлік дүкеніне барамыз. Винни-Пухқа дүкенді таныстырайық. Дүкен сөресінен қандай тағамдарды көріп тұрсыңдар? Иә, сен қандай тағамды алдың? Алманы алдың ба? Неге? Иә, өйткені оның құрамында С дәрумені бар. Ал С дәрумені иммунитетті көтеріп, ауруға қарсы тұрады. Нанның құрамында В дәрумені бар. В дәрумені ағзаны нығайтып, күш-қуат береді. Ет және сүт? Ет пен сүттің құрамында ақуыздар бар, балалар. Оны жесем, мен тез өсемін. Балықтың құрамында
Д дәрумені бар. Д дәрумені сүйектерді қатайтады. Жарайсыңдар. Ал қалған заттарды неге алмадыңдар? Дұрыс. Өйткені олар ағзаға зиянды. Дәмді қытырлақтар, қуырылған картоптан жасалған фри, кола сусыны, гамбургер, бұлардың ағзаға тигізетін зияны өте көп. Асқазанымызды тамақты дұрыс қорытуына кері әсерін тигізеді. Адамды семіздікке ұшыратады. Бұл мәліметтерді Винни-Пух та есіне сақтап алады деген ойдамын. Сонымен балалар, сабағымызды қорытындылайық. Қалай ойлайсыңдар, дұрыс тамақтану адамға не үшін қажет? Бұл сұраққа жауап беру үшін сызбаны қарайық. Иә, дұрыс тамақтану мықты және шыдамды болу үшін, көзіміздің жақсы көру үшін, ауырмау үшін, тез өсу үшін қажет екен. Дұрыс тамақтансақ, еш жеріміз ауырмайтын, сап-сау адам болып шығамыз. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта не білдік? Біз дүкеннен алуан түрлі азық-түліктерді көрдік. Пайдалы және пайдасыз тағамдарды ажыраттық. Жарайсыңдар. Тамаша, ендеше біз бүгінгі сабақтан алған білімімізді бағалау үшін пирамиданы бояймыз. Мен ағзаға пайдалы және пайдасыз тағамдарды ажырата аламын десеңіздер, сары түске. Дәрумендердің не үшін қажет екенін білемін десеңіздер, қызыл түске. Тағам құрамындағы заттардың маңызын түсіндім десеңіздер, жасыл түске бояңыздар. Керемет! Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Балалар, Винни-Пух досымыз да бүгінгі үйренгендерін өз достарына жеткізеді деп сенеміз. Келесі кездескенше сау болыңдар.